менен бизде жүздесип кайттык. Жеңис туурун багындырып келген чемпиондар Астанада ММА аралаш жекпе-жегинен Казакстан чемпионаты өттү. Карагандылык курама оны үздүк нәтижелер менен аяктады. Жалпы команда боюнча биринчи орун, ал спортчунда 3 алтын, 1 күмүс және 1 қола бар. У нас 5 ребят попали в сборную Казахстана. Біздің 5 бала Қазақстан құрамына енді. Бұл шілденің соңында тамыздың басында өтетін Азия чемпионатына іріктеу. Нәтиже жаман емес, бұдан да жақсы етуге болушы еді. Бірақ осының өзі жақсы көрсеткіш. Республикалық турнирде 7 салмақ дәрежесі бойынша 100-ден астам спортшы қатысты. Өздерінің жеңістерін қарағандылықтар 1 мамыр бірлік мерекесіне арнапты. Себебі құрама түрлі ұлт өкілдерінен тұрады. Қазақ та, орыс та, шешен де, неміс те бар. Олар тек Қазақстан елінің атағын асқақтатуға бар күш-жігерлерін салуды мақсат тұтады. Бұл жарыста жеңіс тұғырын бағындырған чемпиондар алды да тынымсыз жатып, олардың арқасында биік белестерден көрінсек деп армандайды. Қарсыластарымыз мықты болды, олардан айналып келген. Біз осы жарысқа көп дайындалдық, жеңіске жеттік. Бұған дейін